Ташты паймандағы ал хони перекістерінің арасында Александр Долговтың крестьян фермер хони иң күстігілер санында. Аны холында 480 гектар шер. Анды тоңыстығылар өскірілші база от пелетілші. Ол синчерінің шарымы сиденел барған. Өдіп олбаза, пос шөрсеткен мал тамыға база отқа өзерге пирбәс. Пүл фермер 150 гектарды бұғдай ас база көче отырстылған. Шылсай ол 50 гектар қыраны барға артысша. Тынын апалған жер базаға шылды жақсы тамақ берші. Бұқтыр бұқыраларда бұғдай уға жақсы сықан 1 гектардан 30 центнер. Пүл шайғады тізен жақсыла өдірен париған бұғдайны мүндір сапарып сыған. Ол пазы көдіріл болбан, отқа пастырсылған. Амды қырыжылар бұғдайны мал азығына сабзарға жарықтылар. Александр Долговшілі үреге кірген қонық ташты пайманды пазы шоғыл. Мүндір шағын сонан, аймақтың ал хони ұстанызынан өнетін комиссия келіп барыпсыған. Шер шаян еткен үрі ер пішіктер демелген. Шеқорыдығыларны айлындыржан оңдай шоғыл. Фермерге тоңыстығыларны страховать болсаларға керек болған. Ол тоғыз тұзында иділбен. Орындағы үлгі базаға шылға, үрін тамағын ник базынан алып алырға болыс берер болша. Ташты пайманда пүл тоңыстығылар 2000 гектар жерде отыртылған. 6 гектар крестьян фермер қонықтарының қолында басқызы Нива алхони піргізіне. Бүгінге таштықтағылар тамық кезеріне жапсынғалақтар. От 6000 азыры тонна пелетіл барды, сенаж 4400 тонна салылған. Қыры тоғыстары амда барша. Аз аймақтағы нинже бармалға жеткеже болартып саныпшалар қырыжылар.